Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тарихи тұлғалар өмірі деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына негізделген оқу мақсаттарына назар аударыңыздар. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Аталған оқу мақсатына орай мынадай бағалау критерийлерін ұсынамын. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі тақырыбымызға байланысты талқылау сұрақтарына жауап берелік. Тұлға сөзін қалай түсінесіздер? Өмірде өз орнын тапқан адамды тұлға деп атаймыз. Екінші сұрағымыз, тарихи тұлғаларға кімдерді жатқызасыздар? Тарихи тұлға елі, халқы үшін аянбай еңбек көрсеткен, ерлік көрсеткен батырлар. Жарайсыздар, құрметті оқушылар. Міне, елі, халқы үшін аянбай еңбек еткен тарихи тұлғамыз еліміздің дамуына үлкен серпін берген, ой өрісі кең, ғылымның көптеген саласында энциклопедиялық білімі бар. Бүгінде еліміздің инновациялық және ғылыми әлеуетінің іргетасын қалаушы, қазақ халқының тарихында есімі алтын әріппен жазылған Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қасым Имантайұлы Сәтбаев жайлы бейнематериалға назар аударыңыздар. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың азан шақырылып қойылған есімі Абдулғани. Анасы Алиманың Ғаниім, Ғанышым, Қанышым деп еркелеткен есімі ауылға тарап, кейін ойын баласы мектеп табалдырығын аттағанда журналға Қаныш болып жазылып кеткен. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақстан геологтар ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы. Туған жері бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін ауылы, қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым, Павлодардағы орыс қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, кейін Томск технологиялық институтының Тау-Кен факультетінде геологиялық барлау мамандығы бойынша білім алды. Оқуын аяқтағаннан кейін бар өмірін Қазақстанның минералдық ресурстарын және рудалық кендер генеалогиясын зерттеуге арнады. Оның қалдырған ғылыми бай мұраларының ішінде Жезқазған кен туралы зерттеулерінің, Сарыарқаның металлургендік және болжам карталары жөніндегі еңбектерінің маңызы ерекше. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері мол. Шоқан Уәлиханов жазып алған Едіге жырындағы қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерін қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындап шықты. Ғұлама ғалым Ұлытау өңіріндегі басты тарихи мәдени археологиялық ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған, Ұлытау өңірлерінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Небәрі 25 жасында Қазақ орта мектебінің төменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындап шықты. 1931 жылы басылып шыққан Александр Затаевичтің «Қазақтың 500 әні мен күйі» жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізді.
Жоңғар Алатауы жотасындағы мұздақ пен шың, Қаратаудағы ванадин кен орны рудаларында табылған Сатпаевит минералы, академик Сатпаев гладиолус гүлі Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың құрметіне қойылған болатын. Кіші планетаға және көшелерге Сәтпаев атамыздың есімі берілді. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев сан қырлы талантын, ақыл-ой парасатын туған халқының мерейін үстем етуге жұмсады. Бейнематериалды мұқият тыңдап болсаңыздар, бірінші тапсырманы орындаймыз. Тыңдалым мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бағалау критерийі: тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап береді. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырады. Тапсырманы орындау барысында дескрипторларды басшылыққа алыңыздар. Бірінші сұрақ: Қаныш Сәтпаев кім? Қаныш Сәтпаев қазақ геологы, қоғам қайраткері, академик, Қазақстан геологтар ғылыми мектебінің негізін қалаушы. Екінші сұрақ: оның азан шақырып қойылған есімі кім? Аналарыңыз сіздерді еркелеткенде кім деп атайды? Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың азан шақырып қойған есімі Абдулғани. Иә, мені де анам еркелетіп, Настай, Еркиназ деп атайды. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев геология саласынан басқа қай салаларда еңбек етті? Қаныш Имантайұлының геологиядан басқа мәдениет саласында, тарихта қалдырған еңбегі мол. Сәтпаев атамыздың құрметіне есімі берілген гүлдің атын атаңыз. Академик Сәтпаев гладиолус гүлі, сонымен қатар кіші планеталар және көшелерге атамыздың есімі берілді. Келесі кезегімізді тілдік байғұдар айдарына береміз. Бұл айдардан сіздер табу сөз дегеніміз не екендігі жайлы мәлімет аласыздар. Халықтың наным-сенімі мен салт-дәстүріне байланысты атын атауға тыйым салынған сөздер табу сөздер деп аталады. Табу сөздердің пайда болуына себеп болған жағдай: біріншіден, әдет-ғұрып. Ескі әдет-ғұрып дәстүрі бойынша қазақ келіндеріне күйеуінің туыстарының атын атауға тыйым салынған. Сол себепті келіндер оларға мінезі, сырт келбеті, әрекетіне қарай ат қойып отырған. Қызға шырайлым, еркем, ал ұл балаларға шырақ, мырза жігіт, төре жігіт және тағы басқа аттарды қоюға болады. Екіншіден, наным-сенім. Ескі наным-сенім бойынша адамға зиян келтіретін табиғаттағы дүлей күшпен жыртқыш аң-құс, жұқпалы індеттердің атын атауға тыйым салынған. Қасқырдың атын атасақ, малға шабады деп, ит-құс, ұлыма, қара құлақ десе, жылан десе келіп шағады деп, қамшы, ала жіп, ұзын құрт деп атаған екен. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген сөздерді топтастырып жазыңыздар. Сіздерге көнерген сөз, дисфемизм, эвфемизм, табу сөздер берілген. Осы сөздерді кестеге дұрыс орналастыруларыңыз қажет. Көнерген сөздер күнделікті қарым-қатынаста сирек қолданылатын, бірақ тілдің сөздік қорында сақталған көпшілікке түсінікті сөздер. Мен берілген сөздерден көнерген сөздерді таптым. Олар найза, болыс, хан. Сөйлеуде әдепті сөзді әдепсіз, дөрекі түрге ауыстырып айтуды дисфемизм дейміз. Мен берілген сөздерден дисфемизм сөздерді таптым. Олар алпамсадай, сараң және мылжың. Сыпайы, әдепті, жағымды етіп жеткізу мақсатында қолданылатын сөздер эвфемизмдер деп аталады. Мен берілген сөздерден эвфемизмдерді де таптым. Олар сөзуар, қолының жұмысқысы бар және де ұзын құлақ. Халықтың наным-сенімі мен салт-дәстүрлеріне байланысты атын тура айтуға тыйым салынған сөздерді табу сөздер деп атаймыз. Мен берілген сөздерден табу сөздерді таптым. Олар ұлыма, мырза жігіт және де шырақ. Жарайсыңдар оқушылар.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта Қаныш Сәтбаев туралы ақпарат алдыңыздар. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап бердіңіздер. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырдыңыздар. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсініп ажырата білдіңіздер.